Дзюдо – это очень интеллектуальный вид спорта. Дзюдо бұл ерекше де көркем спорт түрі саналады. Бұл турнирді ұйымдастырып, оған мән беруінің өзі көп нәрсені көрсетеді. Магнит оттары турнирі бірнеше мәрте телеарналарда тікелей көрсетілетінің өзі осы спорт түріне деген ерекше көзқарасты байқатады. Магнитка оттары халықаралық турнирі 2002 жылдан республика жарыс күнтізбесіне енгізілген болатын. Биылғы жылы дәстүрлі жарыс қазанның 20 күні ашылды. Ал жарыс қарсаңында турнирдің басталуы жайлы арнайы баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Участников более 300 человек. Турнирге 40 шақты команда 300-ге тарта адам қатысады. Және турнирге Қазақстанның барлық өңірлерінен спортшылар келіп өз бақтарын сынайды. Және жеңімпаздар жүлдермен марапатталады. Теміртау осы жарыста барлық салмақ бойынша 10 жасөспірімді шығаратын болды. Бас төреші Аширов айтып өткенде, магнит оттары байқауы спортшы жастардың дамуына үлкен мүмкіндік береді. В этом году вообще еще... Өздеріңізге белгі, биылғы жылы олимпиадалық ойын өтті. Олимпиадалық 4 жылдық аяқталды. Министрлік енді нормативтер тапсырудың жаңа түрлерін қарастыруда. Бұл спорт республикалық күнтізбеге енгізілген. Мұнымен қатар турнирдің ұйымдастырушысы Алексей Ломакиннің айтуынша, биылғы жылы жеңімпаздарды марапаттайтын медальдар мен мақтау қағаздардың жаңа үлгілері әзірленген. Сондай-ақ жеңімпаздарға экспо символикасы мен Теміртау қаласы жайлы кітаптарда тапсырылады. В этом году, так же как и всегда, будут очень представительная судейская коллегия, то есть будет участвовать в судействе, в обслуживании данного турнира более 10 судей международной категории. Ну и, естественно, это будет основной костяк, который будет контролировать все мероприятие. И будут подключаться еще судьи с регионов, то есть которые имеют национальные категории. Я думаю, что борьба будет именно честной, достойной, и судейство будет очень корректным и внимательным.